Ассалаумағалейкум. Бүгінгі тақырыпты қысқа мерзімді мақсатқа арнайтын боламыз. Жалпы қысқа мерзімді мақсат дегеніміз, ол бір жылдық мақсат бізде қысқа мерзімді болады. Бір жылдық, бір айлық, бір апталық дегендер, олар қысқа мерзімге жатады. Енді бұл қысқа мерзімді мақсаттың орындалу үшін не істеуіміз керек? Ең бірінші фундаменталды біздің бір темір қасық болу керек. Бұл айтқанда арман, мұрат болу керек та бізде. Бұл арман, мұрат не үшін керек? Мысалы, оны бір рет жазамыз, болды. Мысалы, белгілі бір уақыттан кейін мен осындай болсам дейміз де, бір үлкен бір арман, мақсат болу керек. Бірақ оны өзгертпеген жақсы. Бір үлкен арман, мақсат болса, оған жету шарт емес, бірақ болғаны жақсы. Енді біз соған қарай тек бағытталамыз. Бұл түрлі мақсаттар болуы мүмкін соған апаратында. Сол мақсаттарды күнде амал ету арқылы белгілі бір уақытта оған жетеміз, немесе жетпесек те соған жақындаймыз. Бірақ мұрат бізде міндетті түрде болу керек. Енді жалпы менде күнделікте былай үлкен мұратым бар. Мұраттан кейін менде бір 20 жылдық көрініс бар, 7 жылдық көрініс бар, 1 жылдық жоспарым бар. Содан кейін бір жылдықтан кейін бір ай, бір айдан кейін бір апта, бір аптадан кейін 7 күн деген секілді менде осындай жүйемен жазылған. Енді ішінде не болады? Ішінде тағы бір негізгі өмірде қолданатын принциптерін тізімін жазсаңыз болады. Және де күнделіктің ең артында мен өзімнің жетістіктерімді жазып жүремін. Себебі бұл бір кей кездері бір мұңайып жатқанда, бір шаршап жатқан кездерде қарайтын болсаң, бұл саған үлкен мотивация береді да. Сондықтан жетістіктерді де жазып жүрген дұрыс, абзал, күнделіктің арт жағына. Сосын, мысалы, мақсаттарды жаздық қой. Бүгінгі тақырып бізде қысқа мерзімді жоспар жөнінде, да, қысқа мерзімді мақсат. Енді мұратты айқындау үшін оған белгілі бір өзің нелер бар, жаттығулар бар. Оған бөлек видео түсіретін боламын. Бүгін қысқа мерзімді мақсат туралы айтпақпын. Енді сіз таңертең тұра сала тұрғаннан кейін бір 5-ақ минутыңызды жоспарлауға арнаңыз. Себебі бүгінгі істейтін ісіңізді жоспарламасаңыз, онда күніңіз өтіп кетеді, ешқандай нәтижесіз өтіп кетеді. Сондықтан таңертең тұрасыңыз, желательно жатардың алдында жасаған жақсы. Бір күн алдын ала жасаған жақсы. Бірақ мен таңертең жоспарлағанды жақсы көремін. Оның алдында да жоспарларым бар, бірақ корректировка жасау үшін таңертең тұрғанда мен бүгінгі жоспарымды қараймын. Бірінші, жазып алсаңыз болады. Бірінші тізім жазыңыз. Бүгінгі істейтін істердің тізімін жазыңыз. Жазғаннан кейін қараңыз, адамда екі миы бар ғой. Біреуі рационалды да, ақыл миы да. Біз логикамен жазамыз, логикалық тұрғыда жаздық та. Енді таңғы дәстүрде, жалпы бір тәулікте біз күнде не істеуіміз керек? Арманға саяхат жасап тұруымыз керек. Ол не үшін керек? Ол жаңағы біздің арманымызды, мақсатымызды ұмытып қалмау үшін. Одан бөлек бізге мотивация алу үшін. Біз қалайтын, мысалы, бір айдан кейінгі қалайтын нәтижемізді жиі ойлайтын болсақ, ол бізге күш береді. Ал егер де оны ойламайтын болсақ, біз жаңағы мақсатқа жету барысындағы амалдардан шаршап қаламыз да. Сондықтан күнде таңертең, мысалы, таңғы дәстүрде осындай сұрақ қойыңыз. Мысалы, жүгіріп батқанда, немесе жүріп бара жатқанда, мен нені қалаймын деп мақсатыңызды жиі еске алыңыз. Сол кезде сізге ол мотивация береді да. Енді тізімге келеміз. Бірінші тізім жаздыңыз. Екінші біз тізімге не істеуіміз керек? Тізім жаздық, одан кейін маңыздылыққа бөлеміз. Брайан Трейсидің тайм-менеджмент кітабында А1, Б1, С1 деген бар да. Мысалы, сізде 10 істің үшеуі өте маңызды және шұғыл істер. Оған А1, А2, А3 деп жазсаңыз болады. Одан кейінгі шұғыл емес, бірақ маңызды істер болды. Оларға Б1, Б2 деп жазсаңыз болады. Ал қалғандары жағы шұғылда емес, маңызды емес, оларға С1, С2, С3 соларды жазсаңыз болады. Енді қараңыз, бірінші тізім жаздыңыз, екінші маңыздылыққа бөлдіңіз, үшінші енді бұның барлығын сіздің өзіңіз істеу шарт емес. Бастысы орындалу керек. Қайсы ісіңізді, тізімдегі қайсы істі бөлісуге болады? Ініңізге, сіңліңізге, досыңызға, немесе әріптесіңізге қай істі бөлісуге болады да? Сол бөлісуді, сол адамды жазыңыз. Бірінші тізім жаздық, екінші маңыздылыққа бөлдік те, А1, Б1, С1 деген секілді да. Содан кейін бар, бөлісетін істі кіммен бөлісуге болады? Соны таңдадық. Егер де бөлісетін іс болмаса, онда өзіңіз жаза бересіз. Содан кейін бар, уақытын қойыңыз міндетті түрде. Егер де уақытын қоймасаңыз, онда жаңағы ісіңіздің орындалуы екі талай. Орындалғанның өзінде 10 істің бір көп болса біреу екеуін жасайсыз, қалғанның барлығы
не істейді? Қазір ақпарат заманы. Инстаграмға кірсең тек зейініңді алып кетеді, фейсбукқа кірсең зейініңді алып кетеді, түрлі жарнама, сосын жаңа біреумен сөйлескенде бізде көп уақытымызды алып кететін өзге адамдар. Телефон соғады, онымен көп отырып қаласың, WhatsAppта отырып қаласың, соның барлығы артық отырыста. Ал егерде сізде нақты уақытымен болса, осындай 15 минут мынаны істеуің керек, 25 минут мынаны істеуің керек. Сол кезде сізде ориентир болады да, уақытын, сондықтан уақытын белгілеп қою керек. Мысалы, обедке дейін қандай амалдар жасайсыңыз кезекпен, да? Бірінші мынау, екінші мынау деген. Желательно қиын істердің барлығын обедке дейін жасап алған жақсы. Себебі адамның қуаты қалай болады? Таңертең тұрғанда былай ұшып тұрады да, сағат 12-1-ден кейін жайлап құлайды 4-5-ке дейін. Қайттан 4-5-тен кейін қайттан ұшады, сағат 7-8-ге дейін. Содан кейін қайттан құлайды. Міне осындай скачокта былай кішкене өседі, қайттан түсіп кетеді. Міне осы өзіміздің цикл энергия дейді, сол цикл энергиямызды дұрыс байқап жүруіміз керек. Ауыр істерді таңертең жасап, қалғандарын кешірек жасаған жақсы. Мен өзімнің күнімді қалай қолданамын? Мен таңертең негізгі денсаулық бағытына, рухани бағытқа, даму бағыт және кәсіпке, осы тиімділікке уақыт бөлемін да таңертең. 2 сағат соған бөлдім, содан кейін барып мен кәсібімдегі ең қиын істерді істеп кетемін. Ал отбасыға бөлетін уақытым менде көбінде кешке сағат 6 мен, енді түстің кезінде жарты сағат, кешке 6 мен жатқанша дейін, сол 9-10-ның арасында өзім отбасыма уақыт бөлемін да. Міне сол секілді өзіңіздің күніңізді тізім жаздыңыз, маңыздылыққа бөлдіңіз, бөлісуге болатын істерді бөлісесіз, содан кейін барып орындалатын уақытын жазасыңыз, и содан кейін тупо орындайсыңыз. Орындағанда да жиі қарап отырыңыз. Жаңағы қазір көптеген программалар бар телефонда. Мысалы, Todoist деген программа бар, Trello деген программа бар. Енді көп іздей берсеңіз, қайсысы сізге ыңғайлы? Маған мысалы Todoist ыңғайлы. Сосын күнделік, екеуі күнделікпен де Todoistпен істеймін. Жазып жүремін өзімнің жоспарларымда. Сонымен қарайсыңыз, мысалы, бүгін не істеу керек? Істедіңіз ба? Галочка қойыңыз. Және де өзіңізді мақтаңыз. О, керемет, мен бүгін орындадым деп. Міне, тағы да қайталау өтек. Тізім, маңыздылық, бөлісуге болатын істер, уақыты істеу керек, кешке қорытындылау керек. Қорытынды. Міндетті түрде қорытындылау керек. Қорытындылағасын өзіңізге мақтаңыз. Орындаған ісіңізге мақтаңыз. Орындалмаған істі, мысалы, мынандай тағы белгі қойсаңыз болады. Нүкте деген іс барысында крест деген орындалған жоқ, ол ертеңде орындалмайды. Сондай істер болады. Бүгін орындау керек, арттан уже қажет жоқ істерді. Оны крестик қоясыңыз. Бүгін емес, ертең еле басқа күнге істейтін болсаңыз, стрелка қоясыңыз да, датасын жасып қоясыңыз, күнін, қай күні орындайсыңыз. Сосын орындалса галочка қоясыңыз. Міне осы символдармен өзіңіздің күнделігіңізді жүргізсеңіз болады. Сонда эффективно болады. Бірақ өкінішке орай практика жүзінде көп адам оны істемейді. Оны істеу үшін менде сізге мынандай екі ұсынысым бар. Бірінші ұсыныс ол орта табыңыз. Белсенді ортамен араласыңыз. Сол белсенді ортамен жүрсеңіз, олардың жаңағы белсенділігі сізге жұғады, сіз де соларға тартыласыңыз. Сондай болуға тырысасыз. Ол көбінде, мысалы, бір курс оқитын болсаңыз, курста күнде белсенділік атады, өздерінің группа чаттары бар, солармен жарысасыз да. Ал егерде ондай ортаңыз болмаса, онда мен сізге көмектесе аламын. Менің осы видеоны инстаграмнан қарасаңыз, биопрофильге жазыңыз, бизнес WhatsApp-қа өтіп, маған қадағалаушы керек деп жазыңыз. Немесе ютубтан қарап тұрсаңыз, астындағы сілтемеге өтіп, маған қадағалаушы керек деп жазыңыз. Сол кезде менің студенттерім бар, қазіргі таңда кәсіби коучты оқып бітірген, солар сізді қадағалай алады. Олар кәсіби коучтар. Әрине, олар енді олардың өздерінің жалақысы бар, сұрайтын сіздермен келіскенде. Енді сізде мынандай сұрақ туы мүмкін. Немен сонда мақсатқа жету үшін ақша төлеуім керек па деп. Төлемеңіз, онда төлемейтін болсаңыз, онда неге сіз қазір өзіңіз әлі нәтиже шығарған жоқсыз? Неге өзіңіздің нәпсіңізді әлі жеңе алмай жүрсіңіз? Неге нақты істеріңіз аз? Міне, егерде нәтиже болу үшін сіз онда өзіңізді, егерде нәпсіңізді жеңе алмай, өзіңіз жоспарларыңыз жасай алмайтын болсаңыз, онда оны сізді дағдыға айналдыру үшін сізге белгілі бір уақытта бір коуч керек болады. Коуч ол қамшылайды сізді. Коуч 4 нәрсе береді. Қолдау, түсінік береді, және де жоспар жазғызады, және де істетеді. Істетудің өзінің құралдары бар, сол құрал арқылы сізді қадағалайды. Сол кезде сізде міндетті түрде нәтиже болады. Оған мен кепілдік беремін.
Енді қараңыз, сіз мысалы өзіңіз жаттығу жасау керек деп шықтыңыз, мысалы кітап оқу керек дейсіңіз да, бірақ бір күн оқисыз, екі күн оқисыңыз, баяғы әдет, кері әдет, баяғы нәпсі не істейді, басып тастайды. Ертең істе, арғы күн істе деп біздің милар, қорқаушы миларымыз бар ғой, солар бізді алдайды. Ал егер де ойлаңызшы, сіз уәде еттіңіз, мен мына кітапты бітірем дейсіз да, оқимын, бітірем бір аптада, өлдім тірілдім бітірем дейтін болсаңыз, сізде уже уәде берсеңіз, сізді жаңағы уәде берген адам қадағалайды да. Қадағалаушы болса, сізде нәтиже жақсы болады. Сондықтан бұл өмірде не істеу керек? Нақты бір шешім қабылдау керек. Өзіңіз істей алмайсыңыз, пока өзіңізді тәрбиелегенше ұстазбен жасаң. Басқа артық жол жоқ. Өзіңіз істей алмайсыз, онда ұстазбен жасау керек. Мен өзім осы күнге дейін жаңа бірнеше коучтармен жұмыс жасадым. Миллион жарымдық коучтарға да қатысқан кездерім болды да. Міне солардың арқасында мен жай-жайдан өзімнің осы қазіргі нәтижеме жеттім. Ал егерде олар болмаса, мен өздігіммен жүретін болсам, онда ләйліп әлгеден жүре беретін шығармын. Міне достар, өзіңізге инвестиция жасауға ұялмаңдар, жасау керек. Егерде ақшам жоқ, анау-мынау дейтін болсаңыз, онда жаңағы тәсілді қолданыңыз. Чисто онда сториске шығың да, бәріне уәде беріңіз. Мен мынаны істеймін дейін да, и тупо істейін да, күнде видео отчет беріп отырыңыз. Мысалы, кітап оқып отқаныңызда, мысалы, таңғы дәстүр жүгіріп бара жатқаныңызда, сөйтіп өзіңізді қинамасаңыз, былай өспейсіңіз. Және де мотивацияны алу үшін жаңағы айтқанды ұмытып кетпеңіз. Сізде мұрат болу керек, арманға саяхат жиі жасап тұру керек. Арманыңыздың ләззатын жиі ойлайтын болсаңыз, сізге амал ету оңай болады. Ал егерде бір армандап қойдың, мақсат, бір қойдың, оны ойламайтын болсаң, онда сізде жаңа не істейді? Сіздің ләззат болмайды, сіздің іс-әрекетте. Әрине, нәтижеде біз қиналамыз. Нәтижеге жеткеннен кейін барып біз ләззат аламыз. Ал осы нәтиже жасауға қиналу керек. Осы қиналғанда біз көбінде басылып қалады. Ал егерде ұстаз болса, құлшындыратын мақсатың болса, уәдең болса, орындаймын деген, онда сізде орындауға оңай болады. Міне достар, қысқа мерзімді мақсат туралы толық айттым деп ойлаймын. Егерде сұрақтарыңыз болса, жазыңдар. Ұнап жатса видео лайк басыңдар, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.